Орео с чизкейком внутри деген пирог дайындаймыз. Ең алдымен бүкіл ингредиенттерді таныстыра кетейін. Творожный сыр, сливки, қант, жұмыртқа және ұсақталған, яғни ұнтақталған орео керек болады. Ең алдымен 4 ингредиентті біріктіреміз. Ол жұмыртқа, сливки және қант. Бұл пирогта да қантты көп дейтін болсаңыздар, тым тәтті болып көрінсе, қантын азайтсаңыздар болады. Блендермен жақсылап тұрып езіп аламыз. Мінекей езіп алған соң, орео ұнтағын салып, жай ғана қасықпен араластырып аламыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Тек трамбовкаға құйып пісіру ғана қалды. 165 градуста қызып тұрған пеште 35 минут шамасында пісіріп аламыз. Ол енді пештеріңізге байланысты. Мүмкін сіздердің пештеріңіз қатты қыздырса 160 градуста, 155 градуста пісіріңіз. Үсті күйіп кетпесін. Енді алып қалған қамырымызды осылай оқтаумен жайып, пышақпен кесіп, ромбиктерді кесіп, үстіне қойып шығамыз. Әрлеу өз еркіңізде. Мына қамырды тіпті қатырып барып, үккіштен өткізсеңіз де болады. Осылай үстіне қойғаннан кейін весовой ореоны қолданамын. Міне мынандай ореоны сындырып, үстіне қойып шығамыз. Тек ішіндегі кремін алып тастаймыз. Оригинал ореоға қарағанда бұл весовой орео өте арзан тұрады. Тек коробкамен алу керек болады. Егер сіздер пирогты на заказ көп жасайтын болсаңыздар, коробкамен алған тиімді. 165 градуста қызып тұрған пеште барлық пирогтармен бірге пісіріп аламыз. Толықтай суығаннан кейін сахарный пудра сепсеңіздер болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Пирогтар өте тез сатылатын, спростағы тәтті деп саналады. Әсіресе барлығын кесіп, микс ретінде сатсаңыздар, тезірек өтіп кетеді. Ал сіздерге сәттілік, барлықтарыңызға табыс тілеймін.